Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылғы жолдауында аңсаған сәби бағдарламасын жариялап, экстракорпоралдық ұрықтандыруға квота санын 7 есеге көбейтіп, 7 мыңға жеткізуді тапсырған. Бүгінде еліміздің 9 өңірінде 19 медициналық ұйым экстракорпоралдық ұрықтандыру қызметін ұсынады. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Назарларыңызда аңсаған сәби бағдарламасы және мен Аяулым Берікболқызы. Эко алдындағы күйзеліс кезіндегі ерлердің қолдауы туралы тақырыпты әрі қарай жалғастырамыз. Студия қонақтары психолог маманымыз Назгүл Рүстемқызы және аңсаған сәби бағдарламасы арқылы сәби сүйіп отырған емделушінің жұбайы Мейірлан Мырза. Мейірлан Қарин. Жұбай екеуі отау құрып балалы болғаннан соң 16 жылдан кейін екінші сәбиге экстракорпоралдық ұрықтандыру арқылы қол жеткізіп, бүгінде Айкүміс есімді қыз сүйіп отырған бақытты әке. Қаншама мәселені, проблеманы шешуге мүмкіндік беріп отыр. Ішкі күйзелістен шығағаннан кейін өмірін өз қолына алып, жауапкершілігін алып, ары қарай өмір сүретінде сол адам. Көңіл күйі құлайды, кейде ашушаң, кейде жыламсақ болады. Сол үшін сіздер еркек адам болғаннан кейін сондайға төзіп беріңіздер. 2021 жылдан бастап біздің президентіміздің қолдауымен 7 мыңға жуық беріп отыр. Қазір 3-ші жылға келіп отыр ғой қазір. Сонда аңсаған сәбилеріміз қазір көбейіп келе жатыр. Енді осы жерден айта кетейін, менде экодан басында негізі жолдасыма айтқам, кішкене тұра тұрайық. Мен бірақ жолдасыма бастап себебін айтқан жоқ, не үшін тұра тұр. Жолдасым менен сұраған мен айттым, уақыт келеді, айтамын дедім мен саған. Енді бізде қазір Қазақстанда жастар қазір дінге жақын болып келе жатыр. Осы жерде мен сізге айтарым, көп ойлайды бұл дінге қайшы деп. Мен өзім де басында солай ойлаған. Ұстаздардан да барып сұрағам. Бұл қалай, бұл дінге қайшы ма, бұл қалай енді білмеймін деп ше, енді мен енді қалай айтсам, білімсіздіктің кесірі ғой. Сол кезде ұстаздардың маған біреуі де айтқан жоқ, бұл қате деп. Бұл күнә болады, дұрыс емес деп айтқан жоқ. Енді табиғи күйде жолдасым, мысалы менің жолдасым, мен ұялмай айта беремін. Сәби сүйе алмайды. Сәби сүйе алмайды. Себебі бізді әңгіме қылып, бізді өсектеудің алдында біздің әйел екеуміз өткен жолдан өтіп көрсін әрбір адам. Содан кейін көрер едім қалай болады екен. Жарты жыл, мысалы жаңа әйелімнің өзі де айтып отыр ғой. Әйел мысалы маған осыдан 3-4 жыл бұрын ажырасайық деген. Саған артыңнан еретін ұрпағыңды жалғастыратын адам керек. Давай ажырасайық, мен бала көтере алмаймын деген кездесі. Енді мен орынбай басқа еркек болса олар қуанып кетер деп ойларым мен негізі. Бірақ өсектемес бұрын, жаңағыдай сөз қылмас бұрын бізде жаңағыдай басынан өтіп көрсін да әрбір адам. Мысалы ең жақсы көретін, менің де әйелімнің де жақсы көретініміз, қызымыз, үлкен қызымыз 17-ге толып жатыр. Жаңа балалық сезімді қайтарғың келеді, баланы құшақтағың келеді. Үлкен қыз болды ол, өзімен өзі колледжде оқиды. Сол сезімді қайтарғың келеді, ал артқа қарасақ уақыт өтіп кеткен екен. Аңсаған сәби бағдарламасын Қазақстан Республикамыздың азаматтарына арнайы жасап отыр. Тегін жасап, сәбилі болсын, ұрпақтарымыз көбейсін, ажырасулар азайсын. Бұл аңсаған сәби бағдарламасының өте үлкен мақсаты тұр. Қазір қандай әдемі сөйлеп айтып отырсыз, көріп отырмын ғой. Қаншама білім жинаған, ол деген қаншама кітап оқыған, мақала, ізденіс қой. Бір күнде бұндай жеңіске жетіп отырған жоқ қой. Дәрігерлерге бардыңыз, мысалға, жан-жақтан сол сараптап отырып, талдау жасап, сөйтіп, кәдімгідей дайындықпен барып отырсыз да. Ол квотамен келген, немесе эко туралы ойланған кез келген жұп, осылай қараса, немқұрайлы қарамау керек. Жан салып тұрып, түгелі қараса бұған, біздің азаматтарымыздың сана сезімі де, отбасылық құндылықтарымыз да кішкене сәл болса да бір сәтті жоғарылайды деп ойлаймын да. Яғни әр саналы азаматтарымыз көбейеді. Шешімі бар дейсіз ғой. Шешімі бар, жеңіске жетуге болады, сәбилі болуға болады. Ал
әлсіз адам болатын болса, ол бірден ажырасуға бара салады. Солай ғой. Ажырасуға да барады. Әртүрлі жағдай болады. Әртүрлі жағдай, қол сілтейді, эко керек емес дейді. Себебі қазіргі таңда ең тиімді емдердің бірі бедеулікті емдейтін осы эко бағдарламасы болып тұр. Ал эко бағдарламасы болмаған жағдайда осындай емдеушілеріміз қалай сәбилі болатын еді? Қалай сәбилі болу бақытына кенелетін еді? Сол жөнінде, мысалы, көбісі түсінбейді ғой. Ол сәбилері бар, мүмкін ерлі-зайыптылар түсінбей жататын шығар. Ол табиғи жолмен болу керек, сіздер бармаңыздар экоға деп жарты жолдан айырып жіберетіндер бар ғой, мысалы. Сондай жағдайда мен айтатын, сіздер дәлелденген затқа, қауесетке емес, дұрыс ақпарат ала біліңіздер. Себебі, егер проблема бар болса, оны шеше білу керек. Репродуктолог дәрігер сізге көмектеспесе, бұндай жағдайда терапевт, лор, басқа маман көмектесе алмайды. Барлығы ұжым бір топ эмбриолог мамандармен бірге, уролог, андрологтарымыз бар, хирург, мықты хирургтарымыз бар. Жаңа айтып отыр, Баянды Джакупов Данияр Валиханович операция жасаған. Сол білікті хирург мамандарымыздың өзі қандай қолдау көрсетіп, көмек беріп, осындай оң нәтижеге мен ғана жетіп отырған жоқпын ғой. Барлығымыз ат салысып отырмыз. Кейде керек болса өзіміз психологқа кіріп кетеміз, ондай да болуы мүмкін. Ішке бәрі жиналған нәрсені айту керексің, шығару керексің дегендей. Содан кейін әрине ары қарай жұмысыңды істейсің. Ол жұмыс саған, қалай айтсам, сен оны ұнатпасаң, істей алмайсың. Мына сапада істей алмайсың, сен шыда алмайсың. Себебі өте, қалай айтсам, психология жағынан, содан кейін бізде сөйлесу керек, қолмен да істеу керек, баспен да ойлау керек. Барлығын дұрыс болу үшін, мысалы, сенің нелерің сондай болу керек, способностьтерің. Аңсаған сәби атты бағдарламаның өзі мәні де аты да керемет. Себебі қаншама мәселені, проблеманы шешуге мүмкіндік беріп отыр. Жанұяны сақтап қалуға, бақытты сәбилі семья құруына, дүниеге балапанның келуі, қазақ халқының саны көбеюіне, және жалпы біздің болашағымыз, ұрпағымыздың жақсы болуына атсалысып отыр ғой сонда. Сол бір ғана бағдарламамен. Сонда ойлаңыздар, қандай керемет бұл мотивация, қандай керемет қолдау президентіміздің атынан. Мына жерде сосын мынандай жағдай барды. Жаңа айтып отырмын, достарымызға айтып отырдық деп. Солардың арасында екі жанұя бар. Сіздерге бар жүрген, қазір бармайды екеуі. Себебі жолдастар енді күйеулермен араласамыз, жаңа әйелі біздің жолдасымызбен араласады демекші. Сонда күйеулер былай айтады екен. Мен қазір барам, енді олар порталмен өтіп, порталма не? Квотаға да, квотамен өтіп тұр екен. Бірақ жаңа анализіне ақша кетеді, сәл-пәл. Барып тұруына ақша кетеді, жаңағыда басқа адам болғаннан келіп жатуына ақша кетеді. Сонда күйеу айтады екен, егер бала көтермесек осыдан, осы ақшаны сен қайтарасың деп. Сен әлі боласың деп айтады екен. Мемлекет тарапынан жан-жақты 1,5 миллион тұратын эко бағдарламасы тегін. Анализді тапсыруға болады, өзінің жеке емханасында тегін. Яғни страховка бәрі бар ғой. Жоқ, ол даже финансовый жағы емес. Бұл жерде еркек адам барлық ауыртпашылықты әйеліне салып қойып отыр. Көтермесең сен кінәлі боласың деп тұр. Ондай жағдайда, мысалы, қолдау көрсетсе, бірақ ауылды жерлерде ол кісілер келмейді, мысалы, психолог маман жоқ. Біздің клиникаға келсе жақсы, келмесе, әрі қарай өздерінің проблемасын шеше алмай қалады ғой бұндай жағдайда. С 2023 года будущим мамам в рамках программы экстракорпорального оплодотворения предоставляется психологическая поддержка на казахском языке. Если не получается забеременеть, психолог очень нужный специалист. Доказано, что сеансы с опытным репродуктивным психологом повышают вероятность наступления долгожданной беременности. Назгүл ханым, ерлердің психологиясы эко бағдарламасын қалай қабылдап жатыр қазіргі таңда? Негізі былай тенденция бар,
оң өзгеріс бар деп ойлаймын. Өйткені келіп атқан пациенттерге қарап, жолдастары жайлап ақпарат алып, бұл жағында тіпті эко мектебіне бірге ерлі зайыптылар бірге барып атқан естіп атам. Бірге бармаса сол қолдау табамай, жолдасым былай болады екен да, анализдерін бәрін тапсырады, дәрігерге барады, содан кейін ары қарай енді өзің деп сілтей салады әйел адамға. Ол жауапкершіліктің бәрін сол әйел адамға жүктеп қою деген мәселе. Ондай болмас үшін сол эко мектебіне бірге барыңыздар деп кеңес берем. Керек болса психологиялық кеңеске келіңіздер. Енді тренингте көбінде әйелдер отырады, әйелдер ортасы, ол жерге ер адам бармайды 100%. Бірақ жеке қабылдауға келсе, көп нәрсе түсіндіріп айтуға болады. Былай психологта көбі менталитет сондай бізде қазақта. Көбі андай есі дұрыс емес адамдар барады деп ойлайды. Маған қазіргі заманда сондай әңгімелер айтылғанда, мен бұрын солай болған деп ойласам, осы күнге дейін әлі де бар екен сондай ой. Егер адам психикасы бірдеңесі дұрыс болмаса, аурумын ба мен психологқа баратындай дегендей әңгіме болады екен. Сондайда айтқым келетіні, психологтар бұл жай ғана бір түсініксіз мәселеге жай нұсқап қана көрсете салатын, адам бір тығырыққа тіреліп, бір қараңғы бір неде түнеріп сөйтіп басына бұлт қаптағандай сондай бір жағдайға қалғанда, жай қолынан алып шығып жол сілтей салатын ғана адам болды. Кейде жай ғана бір проблемаға басқа жақтан, басқа көзқараспен қарауға үйрететін адам болды. Басқа ештеңе істемейміз, өйткені бүкіл шешім қабылдайтын адам өзі емделуге келген. Сосын жаңа көзқараспен өмірге деген өз проблемасын, стресстен шығады, әртүрлі ішкі күйзелістен шығағаннан кейін өмірін өз қолына алып, жауапкершілігін алып, ары қарай өмір сүретінде сол адам. Сондықтан біз жай ғана көмекшіміз, жай ғана бір себепшіміз. Сол бізге ондай қатты, қалай айтсам екен, үміт артып, қатты бір бізден бір нәрсе күтудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені бәр адамның тағдыры, өмірі өз қолында. Сосын кәдімгідей практикалық маңызы бар әдістер бар, оны өмірде қолданады. Сосын өмірде сол істеп атқан техникаларының әдістер, амалдар, тәсілдер бар, неше түрлі, соларды қолданып, ары қарай өмірлерін өзгертіп. Себебі психологиялық тұрғыдан бедеулік бар ғой. Өзінде сенім болмаса, күйеуіне сенімділік артпаса, мен ана боламын, сәби сүйемін деген өзінің ішкі дүниесі дайын болмаса, ол қайдан пайда болады? Қанша пайыз қазір сізге келіп жатыр? Көбі келетіндердің көбі сол психологиялық блоктары бар. Өйткені көбі дәрігердің айтқанымен келеді. Дәрігерлер медициналық тұрғыдан ештеңе таппаса, мысалға ешқандай проблема болмаса, немесе бәрі сәтті болып, ер азаматты да, әйел адамды дайындап, қолынан келгенше бәрін тырысып жасайды, бірақ ұрық бекмей қалады мысалға. Ол стресстен болуы мүмкін, қорқыныштардан, сондай бір күйзелісте жүрсе, тіпті өзін 100% позитив дайындап келген әйелдеріміз бар, сәтсіз болып қалады. Яғни бұл жерде бір түпсанада бір блок бар, түпсанада бір өзі санасымен түсіне алмайтын, психологтың көмегімен ғана сыртқа шығара алатын сондай бір проблемалар болады. Соны қазбалап іздейміз, анықтаймыз, сонымен жұмыс істейміз. Нәтижесі титтей болса да үлесім бар деп ойлаймын енді. Әрине, көріп жатырмыз қазір, бірге бірлесе жұмыс істеп келеміз. Мерлан мырза, сіз өзіңіз психолог маманға жүгініп көрдіңіз бе? Негізі жоқ, өтірік айтпай қояйын. Бірақ күнделікті мен осы салада тағы да осы салада жұмыс істегесін, мен ондай кісілермен күнделікті даже дастарханның басында отырып сөйлесе береміз. Сол үшін маған әзірге дейін психологтың, психотерапевтің көмектері керек болған жоқ. Еркектерді, мысалы, әйел адамдарды ол жаңа эконы түсінбейді, эконы қабылдай алмайды, либо күйеуі әйелін алып барады, бірақ 90-95% случайда ол әйелі күйеуін алып барады, түсіну үшін, жаңа шешу үшін. Бізде ондай, әйелмен екеумізде ондай болған жоқ бізде. Жаңағыдай мен экоға қарсы шығып, жоқ, болмайды, ондай деген, ондай болған жоқ еш нәрсе. Сол үшін де психологқа қаралмадық. Былай
кезінде осыдан бір 5-6 жыл бұрын әрине болды психологқа. Міндетті түрде болды. Мен ойлаймын, біріншіден психологтан өту керек деп. Біріншіден бізге келмей жатып. Себебі 30-40%, кейде даже 50% бедеуліктің себептері ол психологиялық себептер. Содан кейін ғана уже стресстің шығып, мысалы, или олардың қарым-қатынастары дұрыс болмасы, үйдегі енесімен қарым-қатынас дұрыс болмасы, мысалы. Сондай жағдайларда стресстен шығып бізге келген дұрыс деп ойлаймын. Сол кезде бізге де оңай болады жұмыс жасауға. Әйелдің ағзамы басқаша жауап береді. Басқаша барлығы, даже эко бағдарламасын басқаша өтеді. Соны нақты біз көріп тұрмыз. Сол үшін психолог әр центрда болу керек деп ойлаймын. Мирлан мырза, Баян ханым екеуіңіз қазір аңсаған сәби бағдарламасының алғашқы мүмкіндігінен сәбилі болып отырсыздар. Көптен күткен, 16 жыл күткен ханшайымдарыңыз қазір дүниеге келіп, қазір алдарыңызда жүгіріп жүр. Осындай бақыт сіздерге бұйырған екен. Сіздер сияқты ерлі зайыптыларға қандай кеңес бере аласыз? Өзімнің басымнан өткен туралы, өзімнің қателіктерін айтайын, сол арқылы ол кісілер может сол қателікті істемейтін шығар. Сол кезде солар жақсы болатын шығар. Ең бірінші айтарым, экоға еркектер ең бірінші әйел адамдар барады. Ер адамдар ең бірінші әйел адамдар барады. Сол кезде әйел адамдарының, жолдастарының сағын сындырмай-ақ қойыңыздар. Экоға ол өзіне мен бала тусам екен деп, әйел адамға бала туу ол өте ауыр нәрсе. Ол сіздерге ұрпақ қалдырсам деп барады ол. Әрбір әйел. Гормональды фондың кесірінен, изменение кезінен жаңағыдай настроениесі құлайды, көңіл күйі құлайды, кейде ашушаң, кейде жыламсақ болады. Сол үшін сіздер еркек адам болғаннан кейін сондайға төзіп беріңіздер. Егер әйел адам, жаңағыдай әйеліңіз және сіз екеуіңіз осы желге, орсыны сынаққа қарсы тұрсаңыздар, артынан жаңағы айолым ханым айтпақшы, менің қазір өзімнің қызым бар, Айкүміс. Бірге туады, Құдай қаласа, үлкен қызымның аты Жансая. Осындай әдемі қыздар, әдемі балаларды құшақтарыңызға қысасыз. Сол кезде бәрін ұмытасыздар ғой, бір сөзбен айтқан кезде. Айтарым сол артық. Еш нәрсе айта алмаймын. Яғни дер кезінде қол ұстасып, бірге өздеріңіздің жұбайыңызбен жоспарлаңыздар дейсіз ғой. Сосын тағы бір нәрсе айтарым. Бір сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой, жаңағыдай олар бизнес жасайды деп айтып жатады, андай мындай депші. Мен айтар едім, қазіргі жастарға, тіпті даже ерлі зайыптыларға жарайды, егер сіз эконы бизнесте көретін болсаңыздар, онда қалай сіздер қазақи емес, ауылда мысалы емдейтін кісілерге қалай барасыздар? Мысалы, ол кісілердің істеп отқандар, ол бәрінің топырақ шаспай-ақ қояйық, бірақ ол бала көтеруде ол кісілердің ешқандай құқықтары жоқ та, жаңағыдай бала туып береді. Бүгін біздің басымыздан өткен, мысалы мен емес, өзім жолдасым барған, сондайға жаңағы не дейді, пал ашатындарға да барған. Сен осындай күні осындай бала туасың, осындай күні осындай қыз туасың деп те айтқанда, шарлатандар дейді ғой, сондайларға барып, ақшаңды, уақытыңды, денсаулығыңды жойғанша, олардың емдейтін дәрілерде даже не дәрі екенін білмейсің, бір сұйықтықта әкеліп құяды. Егер осындай ой бастаған болсаңыздар, емделгілеріңіз келсе, болмаса бала сүйгілеріңіз келіп жатса, осы ортаққа келсеңіздер болады. Осы ортақтан келсеңіз, сізге тегін кеңес береді, ары қарай өздеріңіз шешесіздер, не істейсіздер, не қоясыздар. Назгүл ханым, сіздің алып қосатыныңыз бар болса? Енді мен айтарым, ер азаматтар жаңа айтты ғой, біздің қонағымыз қолдау көбірек көрсетсе екен. Тек ер азамат емес, сол отбасындағы, сол отбасына жақын адамдар, ата-енесі болсын, туған өз әке-шешесі болсын, құрбы, достар, сіздердің араларыңызда солай бала көтере алмай, экоға жүгініп жүрген жандар болса, сіздерден де көмек, қолдау қажет. Өйткені сол депрессияға неге ұшырап қиналып қалады, өйткені оларды түсінетін жан жоқ, сырласатын адам жоқ, өз мұңын шағып айтатын жақындарымыз түсінбейді, біздің проблемаларымыз оларға қызық емес деп сөйтіп көп естимін. Сондықтан
осындай бағдарламаның арқасында көп мәселені ашып жатырмыз. Әйелдер қандай нәзік, сондай ішкі дүниесі сондай нәзік екенін көріп жатсыздар. Сөйтіп араларыңызда сондай адамдар болса қолдау беріңіз деп сұрағым келеді. Білмейтін жерлердің мәңгі кетігін толықтырып, ақпарат жинап, ер адамдардың миы сол статистикаға, логикаға, кішкене санға көп мән береді. Сондай ақпарат іздеңіздер. Кеңестеріңізге көп рахмет, керемет сұхбат болды, және біздің көрерменге өте пайдалы ақпарат беріп отырсыздар. Соның құрметіне сізге кішігірім гүл шоғырын сыйлағымыз келеді. Рахмет, көп рахмет. Бүгінгі бағдарламамыз өте керемет, әсерлі және пайдалы болды деп ойлаймын. Ерлі зайыпты әрқашанда бір-біріне қолдау көрсетіп, қамқор болса, дені сау сәби міндетті түрде пайда болады. Үміттеріңізді үзбеңіздер, сәбилі бақытты отбасы болуларыңызға шын жүректен тілектеспіз. Келесі бағдарламаға дейін кездескенше сау болыңыздар.